Қарыз өндіру бөліміндегі бүгінгі жұмысымызды баслаймыз. Қызлар, біздер адамлардың ала алмай жүрген қарызларын сол адамlardan сол екінші адамға өндіріп береміз. Біздің бірінші болып жазылған Азиз $2000 қарызы бар екен. Сол бойынша мағлұмат жинауымыз керек. Мусорда, газде, тоқта, светте, қай жерде мипте қарызлары болса да хаммесі қатыны бар ма, жоқ па, бірінші, екіншісі, құласы хамме данеларын жинап қойыңыз. Мен ол инсанның көшесіндегі барлық аялларменен сөйлестім. Сіз ойлағаннан да көп информациялар жинадым. Қарыз өндіру орай ма деді? Мына досымның қарызы бар еді, біреуден ала алмай жүрген. Соны бір аппен айтшы сен де. Магазинді ашып бизнес істеп едім да. Сөйтіп продуктқа әме затты алды, енді ұлма жоқ. Соны алып бере аласыз ба? Ой, бұл інім, қатты қиын болыпты. Сіз мына түріңізге ондай бизнесіне алмай қойың. Сізді любой адам алдап кетеді ғой. Яқшы, оны кейін сөзіміз. Міне қауытын қызларымыз қазір сізге мағлұмат береді. Ат фамилияңыз кім? Жебелов Сәтбай. Сәтбай. Сіз есі тұтпай қойыңыз. Жылыңыз нешінші жыл? 2000. 2000? Мен 2000. Не приколдасып тұрсыз ба? Яқ. Миптен қарызыңыз жоқ қой, а? Яқ. Жаман сөздерге аллергияңыз жоқ қой? Не байланысы бар? Керек. Бізге бәрі керек қой. Тұрады деген справкаңыз бар ма? Яқ. О, барып көрдік. О, енді ол келісетін жетіп. Ассалаумағалейкум. Расул аға сіз бе? Ау, мен. Қарыз өндіру бөлімінен Наргиза Қожаниязова. Маған қара, Сатпай деген адамнан сен сонша затты алып алып, неге пұл төлемей кетесің сен? Кім Сатпай? Мен қойса, есатты білмеген деп сонша уақыт алдың қарақаның. Кешіресіз, сіз кімсіз? Онда сенің жұмысың емес, шетте тұра бер. Мына Сатпай деген адамның магазине сонша затты ағансыз, қарақаныңызға ішкенсіз, неге төлемейсіз? Мен не алып па, мен ол магазинен? Қаяқтағы Сатпай? Сіз Пюремилки фирмасының осындай қатықларын алғансыз. Мынандайым қатығын алғансыз. Мен осындай қаймақларын алғансыз. Қаймақ ешқандай айта бередім. Мен алсам, сливкилар да бар. Ешқандай, мен оны көрген затым емес, мына затлар бар ма? Мен көрмедім. Бұл еле қамбес емес. Не өй? Затларын көп алған соң бәрін пұл төлемей жүрсіз. Ұялмайсыз ба? Ешқандай, бір соман пұл төлемеймін мен. Бәке, сіз кафеде кіммен отырғаныңызды білесіз ба? Келіншегіңізге айтып қояйық ба? Расул, кіммен отырдың кафеде? Ешкіммен отырмын. Айта береді, қояқтағын айтып отырсыз, сіздер біреудің құрдан құрсап отырған жоқлар. Ешкіммен отырған жоқ. Ешкіммен отырған жоқ. Қоныстан не келеді? Солай ма елі? Міне қараң. Естап тұра берсе. Бір көрейін. Пластик номеріңізді айтшы мен. 9860 72 4200 болды, өтті, көрің анағын. SMS келді, көр ана, өтті анау мінеке, болды. Расул аға, ақшаңыз түсті, рахмет. Өтті, түсті ғой айту не қылып. Кешірің біздерде да енді, біздер сөйтіп сөйлемесек болмайды, біздердің жұмысымыз сол. Негізі көріңізге теуін ниетіміз жоқ еді. Сізден кешірім сұраймыз. Расул аға негізі қаттыға жақсы адам. Сәтбайдың ондай екенін білмей қалдым ба мен. Қызметлер болса айтарсыз. Жүрің қыздар. Кейінгі Орақбай аға деген үйін тауымыз керек.